Сәлеметсіздер ме? Мен Балқаев Шабай Жұманурович, Нұрмұхамбет Қосынов атындағы Маңғыстау энергетикалық колледжінің математика пәнінің мұғалімімін. Бүгінгі өтетін жаңа сабағымыз тақырыбы пирамида. Анықтамадан бастайық. Пирамида деп кеңістікте берілген қандай да бір нүктені жазықтықта жатқан көк бұрыштың барлық нүктелерімен қосқанда шығатын кеңістік денесін айтамыз. Жазықтықта жатқан көк бұрышты мысалы А, Б, С үш бұрыш деп алайық. Мұндағы кеңістіктегі екі нүкте пирамиданың төбесі, ал жазықтықтағы көк бұрыш пирамиданың табаны деп аталады. Пирамиданың төбесін табандағы көк бұрыштың төбелерімен қосатын АФ, ВФ, СФ бүйір қырлар деп аталады. Ал табандағы көк бұрыштың АБ, ВС және АСы ол пирамиданың табан қабырғалары деп аталады. Пирамиданың төбесінен табан жазықтығына түсірілген перпендикуляр кесіндіні пирамиданың биіктігі деп аталады. Егер пирамиданың барлық бүйір қырлары табан жазықтығымен бірдей бұрыштар жасалса, онда биіктіктің табаны осы көк бұрышқа сырттай сызылған шеңбердің радиусы болып табылады. АО, ОВ осы R арқылы белгіленеді. Егер де пирамиданың барлық бүйір жақтары FS, FAB немесе және FAB табан жазықтығымен бірдей бұрыштар жасалса, онда биіктіктің табаны O нүктесі осы көк бұрышқа іште сызылған шеңбердің радиусы болып табылады. ON немесе OM немесе мысалы мына жерде OK барлығында кішкентай R болып табылады. Іште сызылған шеңбердің радиусы. Пирамиданың табанында бұрыштар саны неше болса, сонша бұрышты пирамида деп аталады. Егер де пирамиданың табанда көк бұрыш, дұрыс көк бұрыш болып, және барлық бүйір қырлары өзара тең болса, ол дұрыс пирамида деп аталады. Пирамиданың толық бетінің ауданы S ТБ деп шартты түрде белгілесек, оның ауданы табан ауданы мен бүйір бетінің ауданының қосындысына тең болады. Бүйір бетінің ауданы мұндағы бүйір жақтарының қосындысына тең болады. Пирамиданың әрбір бүйір жағы оның неше бұрышты болғанына тәуелді болмай, үш бұрыштар болып келеді. FAS, FS, FAB. Егер де пирамиданың табаны, егер берілген пирамида дұрыс пирамида болып табылса, онда оның төбесінен кез келген табанына жүргізілген перпендикуляр апофема деп аталады. Чертежде өздеріңіз көріп отырғаныңыздай FN апофема болып табылады. Апофеманы әр уақытта L әріпімен белгілеуге болады. Әр уақытта, кез келген уақытта. Дұрыс пирамиданың бүйір бетінің ауданы табан периметр мен апофеманың жарым көбейтісіне тең болады. Ескерту, егер де пирамиданың бүйір жақтары табан жазықтығымен бірдей бұрыштар жасаса, онда оның бүйір бетінің ауданы
табан ауданының бүйір жағына жасайтын, мысалы, гамма деп алсақ, гамма бұрыштың космоста қатынасына тең болады. Есеп, егер берілгені F, A, B, S үш бұрышы берілген, үш бұрыштың табан қабырғалары A 13, B 14, S 15 болып, және барлық бұрыштары гамма бұрыш деп атайып алсақ, ол 45 градус бұрыш жасасын. Осы берген пирамиданың бүйір бетінің ауданын табу керек. Үш бұрыштың үш қабырғасы белгілі болса, оны Герон формуласымен табамыз. Герон формуласы S үш бұрыш тең түбірасты P алынған A көбейту P алынған B алынған S формуласымен өрнектеледі. Мұнда P дегеніміз жарым периметр. A плюс B плюс C бөлінген 2. Сонда P тең 13 қосылған 14 қосылған 15 бөлінген 2. Так. Он үш, 14, 27, 27-ге 15-ті қосамыз 42, 42-ні 2-ге бөлсек 21 болады. Сонда S табандағы аудан түбір астында 21 көбейтілген 21 алынған 13 көбейту 21 алынған 14 көбейту 21 алынған 15 тең. Түбір асты 21 13 8 7 6 болады. 21-ті 3 көбейтілген 7, 4 көбейтілген 2, 7, 6 деп алсақ, бұдан 3 бұрыштың ауданы 84 шығады. Сонда ізделінді пирамиданың бүйір бетінің ауданы 84 бөлінген косинус 45 градус болады. Мұнда косинус 45 градусымыз 1 бөлінген түбір астында 2. Сонда есептің жауабы 84 көбейтілген түбір астында 2 шығады. Осымен сабағымыз аяқталды. Назар аударып тыңдағандарыңызға рахмет. Қош сау болыңыздар.